Ассалаумағалейкум достар. Ерекше балалар әлемде ғана емес, өз елімізде де өте көп. Олардың кейбіреуі вундеркинд, екіншісі дарынды спортшы, үшіншісі тіпті басқалардан өзгеше. Қазақстандағы ең ерекше балалар топтамасының 4-ші бөлімін қабыл алыңыздар. Әли Байжігіт. Әли Байжігіт Алматы қаласында тұрады. Жасы 14-те. Оның өзге балалардан ерекшелігі күрделі математикалық есептерді жылдам шеше алуында. Елімізге ол 2016 жылы 11 жасында талантты балалар туралы бірінші арнаның телебағдарламасына қатысу арқылы танылды. Бағдарлама жүргізушісі Максим Галкин жас алматылықты ұлы ойшылға теңеп, оның есепті шешу жылдамдығын суперкомпьютер жылдамдығымен бірдей деп баға берді. Көптеген көрермендер Алиді сол кезде бала калькулятор деп атап кеткен еді. Жас математик болашақта Массачусетс университетіне түсуді армандайды. Әрсен Тәпенов. Әрсен Қарағанды қаласында тұрады. Ол әлем елдерінің әнұранын, астанасын, туын, президенттерін жатқа біледі. Әрсен тіпті кейбір елдердің тарихына қатысты тың деректерді де жадына сақтап алған. Төрткүл дүниенің төрт бұрышындағы барлық мемлекеттің географиялық орналасуын да әлем картасынан көрсету ол үшін еш қиындық туғызбайды. Зерек баланың мұндай ерекше қабілетін ең алдымен ата-анасы байқапты. Екінші сынып оқушысы Әрсеннің сабақ үлгерімі өте жақсы. Әрсен өзге балалар секілді ойынға құмар емес, ал гаджетке тіпті жуымайды, дейді ата-анасы. Әрсеннің басты арманы әлемді аралап шығу. Евнике Садуақасова. Павлодарлық Евнике Садуақасова 3 жасынан бокспен шұғылданады. Осы уақытқа дейін оның спорттық техникасы жақсы дамыған. Ол жылдам соққылар жасай алады. Әлеуметтік желіге жүктелген видеоларында Евнике 30 секундта 206 соққы жасап, көпшілікті таң қалдырған. Ол 2016 жылы осы ерекше қабілетінің арқасында ресейлік «Лучше всех» бағдарламасының қонағы болды. Тіпті сол жерде болған Николай Валуев әлемнің әйгілі боксшылары сенің техникаңа тәнті деп айтып өткен болатын. Қазір Евникенің жасы 12-де, ал біз оның болашақта әлемді өзіне қаратар даңқты спортшы болуына тілектеспіз. Дильназ Кәдімова. Альбинизм сирек кездесетін және емделмейтін генетикалық аномалия. Бұл эмбрионның денесінде пигментті меламиннің жеткіліксіздігінен немесе толық болмауына байланысты пайда болады. Альбинизмі бар адамдар әрқашан өзінің ерекше сыртқы келбетіне байланысты тартымды, сұлу, ерекше болады. Солардың бірі 3 жастағы Орал қаласының тұрғыны Дильназ есімді қыз. Оның ата-анасы үшін мұндай ерекше қыздың дүниеге келуі нағыз тосын сый болды. Кішкентай қыздың терісі өте нәзік және сезімтал, сондықтан оған ерекше күтім қажет. Ол сондай-ақ көздерін қорғау үшін қара көзілдірік киюі керек. Ал біз кішкентай Дильназға зор денсаулық тілейміз. Әсел және Камила. Әсел мен Камила апалы сіңілі альбинос қыздар. Олар Ақтау қаласында тұрады. Әселдің жасы 14-те, ал сіңілі 2 жасқа таяп қалды. Әсел жалпы білім беретін номер 10 мектепте білім алады. 38 жастағы олардың анасы Айман Сарқытованың айтуынша, қарапайым қазақ отбасы үшін мұндай альбинос баланың дүниеге келуі таңсық болған. Ал отбасындағы екінші ұлдан кейін үшінші болып тағы бір сұп-сұлу альбинос Камила дүниеге келгенде олар қатты таңырқаған. Себебі бір отбасында бір ғана альбинос дүниеге келеді деген статистика бар екен. Әсел мен Камилаға ерекше күтім керек, себебі жоғарыда айтқанымыздай олардың терісі өте сезімтал болады. Ал біз Әселдің отбасына бақытты ғұмыр тілейміз. Видеоны көріп болсаң, міндетті түрде лайк басып, осы ерекше балалардың қайсысын өмірде көргің келетіндігін пікірге жаза кет. Қызыл подписаться батырмасын басып, арнаға тіркелуді де ұмытпа. Келесі видеода жолыққанша.